Сайрамға баяда начальница бастығым айтып, Новоубаева Оразалиев. Сайрам это кузник кадров. Соғышына қояйық. Я. Қазіргі Қостанайнікі анау лечение Қарабақтағы жігіт қой, тола келген бұлай. Полковник бұл. Полковник па? Полковник. Любитель итті біз сияқты. Біз сияқты. Мәлік ме? Мәлік? Жоқ, мара Қостанайдың төрағасы. Мәлікті полковниктер ғой. Капчығайда болды ма? Капчығайда болған жоқ. Өткенде осы жерде іс-шара болған келді олар. Қостанайда 22 адам келді. Қостанай 22 адам келді. Елен келді. Солтүстік Қазақстаннан келді. Атыраудан келді. Неге замена бар? Жұмыстармен жүрмін. Сабыр бар ма? Қайда жүрсің? Атыраптың шаңдырын шағыстап біттің. Рудныға барғанда Қостанайға өткені көрген. Енді бұда қалсан жай бәрі болады. Яқа барамыз, яқа келеді. Негізі жігіттер біздің енді осы Таулы Қарабақ Сайрам ауданында ардагерлердің шырылдап осылардың басын қосып мынау енді біздің офис қой Сайрам ауданындағы штаб. Сол сәкен ниет қылып мынау былтырғы жылмен 23 жылмен биылғы 24 жылдың қоятын алда істеген жұмыстарымызбен одан кейін бар мынау істер ниетін биыл 24 жылға үлкен пландармен, грандиозный пландармен шықсақ деген ойлар болып отыр. Алла қаласа мынау 2023 жылы біздің Сайрам ауданының ардагерлері, именно Таулы Қарабақтың ардагерлері ағаттаман деді. Ол ағаттаман деді. Өйткені маған бергені өткендегі жыл үздігі деген маған бергені ол қоғамдық ұйым Таулы Қарабақтың осы жасаған ісіне сол жыл үздігін маған беріп берді да. Ол бірде қоғамдық ұйым, үздік қоғамдық ұйым деп жазып қойған еді. Сол біздің жеңісіміз шықты. Ол жалғыз менің емес, мен идея беріп жол көрсетіп жүргенім болмаса, бәріміз осы жерде отырғандардың бәрін сол сендер еңбектеп келіп, жұмыстарын тастап, жеңді түріп барып кіріп кетіп шыққан арқасында біз ауданда по республике ондай атақты только біз ақ алдық. Жаңа екі кісі бекердің кісіге республиканың төрағасы, Қостанай облысының төрағасы құттықтап біраз тілектерін айттық, кейін чатқа тастап қоямын өзіңізге. Мынау бүгінгі күн сәкен шаңырағы бұл да. Енді арамызда осы Сайрам ауданында әбден қызметін жасап, ел жұртқа танымал болып жүрген бауырымыз, сабыр бауырым, өзіміз органда бірлестеп, бір-біріміздің әйтеуір жылы сөзімізбен бір-бірімізге поддержкаға мен постоянно айтамын, әйтеуір жап-жас болып, осы младший лейтенант болып, осы жерде охрананың бастығы болып, начальник болып. Ол тарихта болмаған младший лейтенант, ең жас осы жерге бастық болып келіп, сол кезде младший лейтенант болып жүріп, уже жолды біліп, бірінші Сайрам ауданының ішкі істер басқармасының бастығына Оразалиев мырзаға келіп, ол кісімен танысып, ол кісінің батасын алып, ауданның прокуроры, басқа аудан әкімдерімен сондай тірлік істеп, мына бүгінгі күні тағы да бір өзінің несімен көрсетіп отыр, бәріміздің басымыз қосып жаңа жылда. Мынау 2023-ге өкпеміз жоқ деп ойлаймын, өйткені 2023-те әйтеуір қолымыздан келгенше бәріміз жеңіміз тұрып, жаңа айтып отырғандай, атсалыстық, жұмыс істедік, көрсеттік, танымалы болдық, Аллаға мыңда бір шүкір. Ендігі мынау 24 жыл, бұдан да үлкен жетістікке жетейік. Абдығаппар, бағана не бар еді, мен мынау біздің Таулы Қарабақтың атынан
Birinchi men deb o'ylamangizlar. Ya. Medalni olmasam, anau Алматыға бардық өткенде, Қапшағайға. Сонда да Егеменовскийде бана американский джипті әкеліп қойып, сонымен 7-8 адам отырамыз деп, туда обратно апарып алып келді. Рахмат. Ол бір адам сондай болады. Одан қалса, ана жерге барамыз десек, шешесі 200 джибін отырғызады да, салып жатты, бензин құй анау мынау демейді, апарып мені сөйтіп түсіріп кетеді елдің жұрттың алдында. Анада түскенге ширек болып жүрсің ғой. Қазір заман сондай ғой. Көтің астындағы қайырға барсам да көтің астындағы атқа қарайды. Мына соның несімен, мынау жыл қорытындысымен Сабыр бауырымызға мынау арамызда бір үлкен қызмет жасап, бәрімізге өзінің көргендігін көрсетіп жасап жатқан біздің республиканың төрағасының атынан медаль төсбелгі арнайы жіберіліп отыр. Нишанбаев Сабыржан Розакович дейді. Орыс қимылдарының ардагері. Республикалық төрағасы Назарбаев дейді. Мына медальмен бірінші осы медальін тағайын. Осындай ардагерге деген құрметімізді жасап, бір-бірімізге осындай жақсылықтарын жасай берейік. Ол ешкімнің еңбегі еленбей қалмайды жігіттер. Бәрінің еңбегі еленеді. Одан кейін кеше Раушан ініміз айтып отыр. Ай, біздікі 5-6 болды ма? Соған кешірім сұрап, інім, мен қазір республиканың төрағасы жіберді, кешірім сұрап. Мынау тур осындай медальмен кім ғана?